Сәлем достар, сіздер ағылшын тіліндегі и әрпінің сөздің соңында оқылмайтынын білесіздер ме? Білмесеңіздер мұқият қараңыздар. Тек қана the артиклінде ғана бізде и әрпі оқылады да, басқа уақытта и әрпі оқылмайды екен. Мысалы, celebrate т дыбысымен аяқталып тұр. Екінші, е әрпі оқылмайды, и әрпі оқылмайды. Сосын have б-мен аяқталып тұр. Мысалы үшін I love you деген кезде де I love-тан кейін негізі и әрпі бар, бірақ ол оқылмайды. Сонымен достар, өзіміз түсінгендей, ағылшын тілінде и әрпі сөздің соңында оқылмайды екен. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Видео ұнаса, лайк басыңыздар. Сонымен қатар каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше алдағы уақытта көптеген грамматикалық ережелер болады. Менімен бірге болыңыздар. Сау болыңыздар.